Баршаңызға сәлем, менің есімім Сания, каналыма қош келдіңіздер. Сіздің үйіңізде кабачки болса және одан не жасайын деп ойлап жүрсеңіз, осы видеоның соңына дейін көріңіздер. Бүгін кабачкидан наггетс жасаймыз. Жасалуы өте оңай және қолжетімді заттардан жасалады. Бірінші кабачкиді видеода көрсетілгендей турап аламыз. Кабачкиді турап алғаннан кейін ыдысқа салып, тұздап, 10-20 минутқа қойып қоямыз. Ендігі кезекте наггетстердің панировкасын жасаймыз. Ол үшін бізге ұн қажет, одан кейін құрғақ чеснок, паприка және қара бұрыш қажет. Осының барлығын қосып ұнға араластырамыз. Ал барлығы дайын болғаннан кейін енді кабачкиді бірінші жұмыртқаға, одан кейін ұнға, қайтадан жұмыртқаға, сосын ұнға аунатамыз. Кабачкиімізді қызып тұрған майға екі жағынан қызарғанша қуырып аламыз. Енді дайын болған наггетсіміздің дәмін көреміз. Кабачкиіміздің дәмі өте күшті шыққан, балаларға және өзіме де ұнады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видеоны лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Рахмет.